Сәлем достар баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет, өте жеңіл, жасалу өте оңай, өте дәмді салат бірге жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, видеомды толықтай қарап шығыңыздар. Ең алдымен қажетті көкөністерімізді дайындап аламыз, жуып тазалап, және бір картонымызды ашып аламыз. Картонымыздан осындай картошка пай жасаймыз, жақсылап теркадан өткізіп аламыз. Дайын болған картошкаларымызды мұздай суменен жуып, кептіріп алатын боламыз. Осындай қағаз майлыққа жайып, жақсылап кептіріп аламыз. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Майымызды қыздырып аламыз. Қызып тұрған майымызға аз-аздан салып, картоптарымызды екі бетін аударып, қызарғанша осылай қуырып аламыз. Міне осыменен картоп пайларымыз дайын. Бір шетке қалдырып қойсаңыздар болады. Енді келесі кезекте қалған көкөністерімізді турап шығатын боламыз. Фасолімізді саламыз. Салат жапырақтарын саламыз. Әрлеу етіп турап аласыздар, немесе қолменен үзіп шықсаңыздар да болады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер ұнап жатса, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Қиярларымызды турап шығамыз, ортасынан бөліп, ай формада барлығын кесіп шығасыздар. Келесі кезекте қызанақтарымызды тураймыз. Дәл солай ортасынан кесіп, ортасына өзегін алып тастаймыз. Жұқалау етіп, ай формада қызанақтарымызды дәл солай турап шығамыз. Енді жұмыртқамызды турайтын боламыз. Ортасынан кесіп, ай формада жұмыртқамызды дәл солай турап шығамыз. Толық рецепті төменде описание бөліміне қалдырып кеттім, достар. Сол жерден көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Үлкенде ыдысқа салдым, араластыратын. Үстіне тұзымызды саламыз және майонезімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Осыменен салатымыз дайын, өте оңай жасалуы, әрі тез дайын болады. Әсіресе аяқ асты қонақтарыңыз келіп қалған жағдайда тез жылдам дайын болатын салаттардың түрі. Дайын болған салаттарымызды осылай тарелкелерге саламыз. Менде осындай үлкендеу тарелкамен 2 тарелка салат шықты. Дәмі деген өте керемет. Отбасымызға ұнады салатымыз. Үстіне пайымызды саламыз, картошка пайымызды. Не осыменен әп-әдемі салатымыз дайын болды. Сіздерге де ас болсын. Назарларыңызға көп рахмет. Егер видеом ұнап жатса, өз пікірлеріңізді комментарий бөліміне қалдыра кетіңіздер. Және арнама тіркелмеген болсаңыздар, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Арнамда көптеген қолжетімді заттардан тұратын рецепттер бар, және алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.